Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында езіліп кетпейтін мантының рецептімен бөлісетін боламын. Әуелі менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып және комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Сол үшін манты шығады, осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Ал бізге бір жұмыртқа керек болады, май керек болады, сосын тұз керек болады. Тұзбен оны суға араластырып қамыр илейтін боламыз. Қамырды қаттығы билейсіздер. Қатты болу шарт, міндетті түрде. Болмаса жұмсақ илесеңіздер қамырларыңызды жая алмай қаласыздар. Бара-бара 5 минутқа тындырып қойған кезде өзі жұмсаратын болады. Жақсылап осылап июны қандырасыздар. Менде үлкен суала шықты. Мен екіге бөлгімді келді, негізі бөлгім келмеді. Үлкен суала қылып жая салдым. Бізде 4 адам болғандықтан мен азғантай істедім. Сіздер үлкен семья болсаңыздар, осын және үстіне қосып істесеңіздер болады. Пакетке жауып, үстін 5 минутқа жауып қоятын боламыз. Пакетке міндетті түрде ораңыздар. Болмаса беті қаяз қалатын болады. Оған дейін начинкасын дайындап аласыздар. Начинкасына картошка, бір картошка, пияз, 2 пияз, сосын ет керек болады, сосын май керек болады, сосын дәміне қарай тұз бұрыш қосасыздар, сосын май, азғантай май қосып жібересіздер. Сол кезде күшті шығатын болады. Бәрін араластырып аламыз, жақсылап. Тұз, бұрыш бәрі бір-біріне сіңу керек. Қолыңыз бесе қолыңызбен араластырасыздар, болмаса қасықпен де араластыруға болады. Маған ыңғайлы, қолмен араластыруға жақсы. Ал дайын болды, оған дейін енді қамырын жаятын боламыз. Қамырын жақсылап жаясыздар. Жұқа емес, қалың да емес, орташа қамыр жайыңыздар. 2 шетін ғана жаясыздар, ортасы өзден өзі жұқарып кете береді. Тек қана 2 шетін ғана басып жаятын боламыз. Қамырмен осылай істесеңіздер де болады. 2 шетін қолдарыңызбен ұштап. Видеода қалай көрсетіліп жатыр, дәл солай істеңіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Екі шетін басып жатым, қараңыздар. Тек қана 2 шетін ғана басып жатым. Ортасы өзден өзі жұқарып кете береді. Тек қана 2 шетін ғана басыңыздар. Сол кезде мантыларыңыз бір тегіс әдемі болып, жұқа болып шығады. Мен сіздерге енемнің рецепт бойынша істеп жатырмын. Видеода қалай көрсетіліп жатыр, дәл солай істеңіздер. Сол аралықта газге су қойып қойыңыздар. Суларыңыз қайнап, дайын тұратын болсын.
осылай түйсеңіздер де болады, маған осылай ыңғайлы. Сосын домалақта кесіп те түйуге де болады. Оны да келесі видеода көрсететін боламын. Сіздерге мантаның неше түрлі түйілердің бәрін келесі видеода салатын боламын. Келесі видео шықса қаласа, комментарийға жазып кетіңіздер. Осылай кесіп аласыздар бәрін, бірдей қылып, бірдей кесіп аласыздар. Оның болса кішкентай қағып жіберіңіздер. Начинкасын салып, осылай түйіп шығатын боламыз. Оңай түйетін әдіс бұл. Осылай бәрін түйіп шығасы, начинкасын бір қасықтан саласыздар. Осылай гүлді әдем болып шығады. Бәрін осылай, дәл осылай бәрін түйіп шығатын боламыз. Енді дәміне күшті шығады осы мантымен. Біз үйде постоянно осы рецептпен істеймін, жабысып та қалмайды, уайымдамаңыздар. Енді бәрін ішіне майлап, мантоварканы майлайсыздар да бәрін салып шығатын боламыз. Араларын шамалы кеңдей қойғандарыңыз дұрыс, бір-біріне жабысып қалмасын. Міне осылай бәрін салып шықтым. Енді сол кезде су қайнап тұру керек. 45 минуттай пісіріп аласыздар. Міне бізде су қайнап тұр. Мантыны салып аламыз қатарма-қатар. Бетін жауып 45 минут қайнатамыз. Уақытымен қарап отырыңыздар. Ал мантыларымыз дайын болды. Қараңыздар, күшті, әдемі, дәмді манта шықты. Сочный, күшті. Достар, осы каналда дамуларын үлестеріңіз қостаңыздар. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған үшін рахмет. Аман сау болыңыздар.